Сәлем қыздар, менің есімім Гүлім, каналыма қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен бірге маған келген сәлемдемені ашамыз. Бұның ішінде тоқыма жіптер, онлайн дүкен арқылы тоқыма жіпке шұлықтар тоқитын тоқыма жіптерге тапсырыс берген болатынмын. Нақты қандай жіптер екенін өзім де ұмытып қалдым. 2 аптадай уақытта келді. Қазір барлығын сіздермен бірге көреміз. Сәлемдемені камераның шетіне қарай ашып тұрған себебім сыртында мекен-жай артық ақпараттар түсіп қалмау үшін осылай шетіне қарай ашып жатырмын. Қазір ішіндегі жіптерді бірақ жақындатып толық сіздерге көрсететін боламын. Ашып алайық әзірше. Өзіме де қызықты болып тұр. Ең сүйікті ісім осылай тоқыма жіптерді ашу. Мінекей, ашылды. Ішінде тағы да салафанмен оралған екен. Қазір алып алайын. Одан кейін бірге көреміз. Вау, қандай әдемі жіптер. Түстер осылай әртүрлі боялған жіптермен тоқу маған ұнайды. Бұл арнайы шұлық тоқу үшін құрамы сондай жіптер. Мінекей мен тапсырыс берген жіптердің тізімі ішінде. Осындай жіптерге тапсырыс бердім. Қазір жеке-жеке көрсететін боламын. Түстер өте әдемі. Мені тоқыма тоқитын қыздар түсінеді. Мінекей, бірінші жіп бізде Rainbow кемпір қосақ, яғни әртүрлі жіптердің бүршіктерімен қосып ерілген тоқыма жіп. 75% органикалық меринос болса, 25% полиамид, 50 грамда 150 метр. Бұнымен де мен әдемі бір шұлықтың түрін тоқимын деп алған болатын. Негізі жалпы бұл жіппен үстіге киетін киімдерді де тоқи беруге болады. Екінші жіп бізде бұл түрік елінде өндірілетін арнайы шұлық тоқуға арналған жіп. Өте әдемі. Мен бұрыннан осы жіппен тоқығанмын. Тоқимын да бұйыртса. Мінекей, құрамын қарасаңыздар, 50% меринос, 25% полиамид, 25% бамбук. Өте әдемі киіз береді. 100 грамда 420 метр. Тоқылуға рұқсат етілген біздердің саны 2-75 аралықта. Келесі жіпте тура осы өнімнен болады. Тек қана түсінде біраз айырмашылық бар, қарасаңыздар. Өте әдемі, қандай күшті, маған өзіме ұнайды. Осындай түстегі жіптер әртүрлі болып боялған. Бұл да құрамы тура алдыңғы жіптегі сияқты. 100 грамда 400 метр. Өте әдемі. Бұның құрамы 75% жүн болса, 25% нейлон екен. Мінекей, қараңыздар. Өте әдемі. Әдемі шұлықтар шығатынына сенімдімін. Келесі тура осы сияқты жіп, бірақ та сары, қоңыр, сұр бояулардың біріктіріп боялған тоқыма жіп. Сыртында шұлықтың қандай болып шығатындығы көрсетілген этикеткасында. Түсін нөмірін жаттап алсаңыздар болады. Мінекей, камера барлығын анық, нақты. Өмірде қандай, тура солай камера түсін жеткізіп тұр. Сондықтан ұнап жатқан болса, өздеріңізге алуларыңызға болады. Түстің нөмірін жаттап алып, мен барлығын анықтап камераға көрсететін боламын. Бұдан 2 орам жіпке тапсырыс берген болатымын. Келесі бізде жіптің түрі де тура осы өнімнен болады. Мінекей, әдемі, толқынды, теңізді еске түсіретін түрлі түсті жіппен боялған тоқыма жіп. Мінекей, этикеткасында көрсетілген қандай шұлықтың түрі шығатындығы.
Бұрынғы кезде мен осымен тоқыған болатынмын осындай. Тура осы жіптен ұлдарыма шұлықтар тоқып берген болатынмын. Өте киіс береді, әдемі. Ары қарай кетті. Келесі бізде жалғыз жіп екен. Қазір қалған бірыңғай өнімдегі жіптерді көрсетіп алайын. Тағы да бір түстегі жіп. Ер адамға тоқуға ыңғайлы. Бұл түстен тоқыған сұр, қоңыр, ақ, әртүрлі боялған. Мінекей камераға түсін анықтап көрсетем. Түсінің нөмірін біліп алып, тапсырыс берулеріңізге болады. Қай сайттан алғанымды да описанияда қалдыратын боламын. Сіздер де алып тоқуларыңызға болады. Келесі біздегі жалғыз жіп болды. Бұл басқандай түстері болса, сайтта алушы еді міндетті түрде. Жалғыз осы көк түсте, ақ, сұр түсте боялған. Бұның құрамы 25% полиамид, 75% жүн. Өте әдемі жіп бұл да, арнайы шұлық тоқуға арналған. Шұлық тоқыған кезде 25%, 35% құрамында міндетті түрде полиамид, нейлон деген құрамы болуы керек. Ол шұлықтың мықтырақ, ұзағырақ киіс беруіне жағдай жасайды. 100 грамда 400 метр екен. Бұдан да әдемі бір шұлықтың шығатынына сенімдімін. Ондай жұмыстарым барлығын алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын, Алла бұйыртса. Келесі бізде өте әдемі ашық түсте Alize Super Wash. Бұл жіппен де мен тоқимын. Бұл жіпті тоқыған кезде кейбір қыздар өзінің пікірін қалдырып жатады. Дұрыс емес, тоқығаннан кейін созылып кетеді деп. Бұл жіппен тоққан кезде этикеткасында көрсетілген бізден бір номер төмен алу керек. Сонда және тығыз тоқу керек. Сонда ешқандай жуғаннан кейін созылмайды. 75% жүн, 25% полиамид арнайы шұлық тоқуға арналған. Бұл да әдемі киіс береді. Бұрын тоқығанмын. Келесі тура осы Alize Super Wash Terracot деген түсте. Бұдан осындай бір түсті жіптерден алдағы уақытта мен шеберлік сабағын түсіремін. Әртүрлі өрнектермен тоқып шұлықтарымды. Мүмкін сіздерге де осы YouTube арнамда ұсынып қаламын. Бірге тоқитын боламыз. Өте әдемі түс. Әдемі жұмыс шығады бұдан да. Әртүрлі бұйымдар тоқуға болады, сонымен бірге қолғап сияқты. Келесі тағы да түс ашық алқызыл түсте. Мінекей өте әдемі. Қыз балаларға арнап тоқуға болады бұдан. Әдемі өрнектермен 100 грамда 420 метр. Мінекей түсі колор анықтап түсіріп алсаңыздар болады. Скриншот жасап, ұнап жатқан жіптеріңізге сіздер де тапсырыс бере аласыздар. Мінекей сонымен барлық тапсырыс берген жіптерім осындай менің. Барлығынан әдемі, ерекше шұлықтарды тоқимын деген ойдамын. Бастысы осы бірыңғай 3 түсті жіптен шеберлік сабағын түсіремін деген оймен тапсырыс берген болатынмын. Қалған әртүрлі түстегі жіптерді әдемі өзімнің ойымда жүрген шұлықтарды да тоқимын. Мінекей. Бұларға бұндай әртүрлі боялған жіптермен шұлықты тоқыған кезде артық өрнектерді, суреттерді салудың қажеті жоқ. Өзі әдемі боялғандықтан бірыңғай оңмен, теріспен тоқып шықсаңыздар да өте әдемі көрініс береді. Мен ең бірінші осы органикалық мериностан бір шұлық тоқитындығым анық. Сонымен сіздердің назарларыңызға алғысым шексіз. Сіздерге ұнады деген ойдамын.
ішінде қандай жіп ұнады, сіздердің де тоқып жүрген жіптеріңіз бар болса арасында комментарийға қалдыруларыңызға болады. Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Жақсы күндерде кездескенше сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлім Әшім.